Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Мен жетіммін. Жетімдер үйінен шыққанда 18-ге толған күнімді емес, құлдықтан босаған күнімді атап өткім келді. Бірақ еркіндік дегеннің өзі бізге тағы бір сынақтың есігін ашты. Міне, енді өз бетіңмен өмір сүр, деді мемлекеттің заңы. Ал менің өмір сүруге бетім де, жүрегім де дайын емес еді. Көше, қараңғы, аяз, қолымда жалғыз-ақ қағаз. Білім басқармасынан берілген жатақхана мекенжайы. Арманым үлкен еді, шын мәнінде. Адам болғым келді. Әлемді көргім келді. Бірақ бұл мекенжай мені арманыма емес, тозаққа бастап бара жатқанын қайдан білейін? Жатақхана. Сырты мектепке ұқсайды, іші қираған. Аурухананың иісі шығады. Іші салқын, төбесінен су ағады. Әр бөлмеден музыка, боғауыз, күлкі мен айқай аралас дыбыстар шығады. Есігімді көрсеткен әйел кекесімен жымиды да мынаны айтты. Мұнда тұрып үйрен, қызым. Бұл жерге тағдырдың тепкісін көргендер келеді. Бөлмеге кіріп арқамнан сөмкемді шешкенім сол еді. Бір қыз маған қарап, мынау да келді ме, жетім тағы, деп мырс етті. Мен үндемедім, әдеттегідей, себебі жетімдер үйінде де бұндай сөздерге төзуге үйреніп қалғанбыз. Түн болды, есік ілінбейді. Қолымдағы жалғыз кілт бос тұрған тесікте тұра берді. Сәл жел соқса, есік ашылып кетеді. Кеш батқан сайын бойымды қорқыныш билей бастады. Құдды қасқырлардың арасына жалғыз кіріп кеткен қой секілді күй кештім. Біреу сыртта күліп тұр, екіншісі бөтелке сындырып жатыр, кейбірі есікті тақылдатады. Ұйықтай алмай таңды көзбен атырдым. Екінші күн, қарын аш, асхана да жоқ, ақша да жоқ, жұмыс та жоқ. Көшеде жағалап жүріп нан сататын дүкенге кірдім. Бір нанға қарап тұрғанымды байқап сатушы, ақшаң жоқ болса босқа тұрма, деді. Көзіме жас келіп, дереу бұрылып кетіп қалдым. Мен ешқашан жыламауға уәде берген едім. Бірақ сол сәтте ішімдегі үміттің бір тамшысы үзіліп түскендей болды. Көшенің шетінде отырып алып, босаған бөтелкелерді жинап жүріп, кешке бір асханадан қалған тамаққа бір табақ сорпа алдым. Күндер өтіп жатты. Сол жатақханада қаншама қыз жоғалып кетті. Бірі түрмеге түсті, бірі есірткіге кіріп кетті, бірі өзін өлтіріп тынды. Мен жалғыз өзім шетте, үнсіз тірі қалудың жолын іздеп жүрдім. Күн сайын көше кезем, аяғымда тозығы жеткен кроссовки, үстімде балалар үйінде берілген ескі куртка. Қалада бөтенмін, туғаным жоқ, барар жерім жоқ. Алғашқы күндерім вокзал маңындағы орындықта өтті. Бір күні кафе иесі, егде әйел маған қарады да ішке шақырды. Ыдыс жуасың ба, деді. Келістім, себебі аштық деген сұмдық. Күніне 500 теңге, түскі тамақ тегін. Ыдыс жуу деген оңай емес, қолымды пышақ тіліп кетеді. Күйген қазандардың күйесін кетіру үшін саусақтарым жарылып, қызарып қанап кететін. Бірақ шыдадым, себебі 500 теңге мен үшін бір табақ ыстық тамақ, мен үшін байлық. Кешкісін сол кафенің еденін жуам, ол үшін де 500 теңге береді. Күн сайын таңнан түнге дейін жұмыстамын, бірақ тапқан 1000 теңгемді өзім жұмсай алмаймын. Өйткені менімен бірге жатақханада бірге тұратын бұзық қыздар бар. Олардың еті тірі, қатал. Кешкісін қолымдағы ақшамды тартып алады, қарсы келсем ұрып соғады. Бір күні кафе иесі қолымды байқап қалды. Қолың неге қанап жатыр? Тұтығып, ыдыс жуғанда пышақ тіліп кетті, дедім. Ол үндемей мені қарап тұрды да таңертең маған кішкентай жаратаңғыш беріп, мынамен орап жүр, деді. Сол сәтте алғаш рет біреу маған жаны ашығанын сездім. Бірақ әлі де мен жалғызбын, ешкімге сенбеймін. Себебі балалар үйінде де, бұл өмірде де сенім деген сөзді көп жоғалттым. Шаршағаным сонша, кейде сол кафенің ішінде еден жуып жүріп орындыққа қисайып бірер сағат көз ілемін. Бір күні кафе иесі мені ұйықтап қалған күйімде көріп, үстіме көрпе жауып кетіпті. Сол көрпеден ананың есі сезілгендей болды. Әттең деймін ғой, анам болса ғой, бір рет болса да, бір секунд болса да құшақтап ананың есін сезсем. Әлде барлық аналардың есі бірдей ме екен? Осындай миға қонбайтын ойлармен 2-3 сағат көз іліп,
2 күнде бір жатақханаға барамын. Қатты шаршасам, аяқ-қолым дірілдеп, әл кетіп құлаған едім. Содан бері бастығым арасында демалыс беріп тұратын. Демалатын күнімде бастыққа білдірмей клиенттерден қалған тамақтарды білдіртпей қоқысқа таза салафанға салып тығып қоямын. Жұмыстан қайтқанда қоқыстан әлгі тамақты алып қайтатынмын. Сол кафеде неше түрлі әйел адамдар ыдыс жууға келетін еді. Бірі келіп, бірі кетіп жататын. Бірі бір күн істесе, бірі 2 күнге жетпей жоғалып кететін. Ал тек мен ғана үнсіз, мұңлы көлеңкедей сол кафенің түбінде қалдым. Тұрақтап жұмыс істеген жалғыз мен ғана болдым. Солардың арасында үлкендеу апа болды. Жүзі қатқылдау көрінетін. Кейін білдім, жесір екен. Менен 5 жасқа үлкен ұлы мен менімен құрдас қызы бар екен. Бірақ қызы колледжде оқиды. Ол апа кейде өзі-ақ сөйлеп қалатын. Көздері әлде сағыныштан, әлде мақтаныштан жылтырап, қызым өте ақылды, оқиды, болашақта үлкен адам болады дейтін. Сол сәтте жүрегім шым ете түсетін, ішімнен қатты қызғанатынмын. Жетім жүрегіме қатты батып кететін. Кейде жалғыз қалғанда тығылып, үнсіз жылайтынмын. Ана деген осындай болады екен ғой. Өз баласы үшін түн қатып, табақ жуып, иілуден шаршамайды екен. Мен ол әйелді сонда жақсы адам деп ойладым. Адамдар да мейірімді болады екен ғой. Мені де бір күні шын қабылдайтын ана табылар ма екен деген үмітте жылт ететін. Бірақ уақыт өте түсіндім. Ол апа тек өз балаларын ғана жақсы көретін жан екен. Басқалар соның жанындағы көлеңке ғана. Иә, жетім жанды кім жақсы көрсін? Бөтеннің баласына ешкімнің жүрегі жылмайды екен. Жарты жыл сол кафеде жұмыс істедім. Түн еден жуам, күн табақ, май, күйе, ыдыс, кір, тырнақтарым сынған, қолымдағы үнемі пышақтың ізі. Бірақ осының бәріне төздім. Себебі мен үшін тамақ тоқ, үстімде бір киімнің бары үлкен бақ деді. Не ақша жинап байымадым, не сәнді киім киіп жарытпадым. Бірақ аш емес едім, соған да шүкір дедім. Бір күні сол апаның ұлы келіп қалды. Ұзын бойлы, салқын жүзді. Анасына бір шаруамен келіпті. Мен есік жақта табақ жуып тұрғанмын. Сол сәтте әлгі апаның күлген дауысы талып жетті. Міне, саған айтып жүрген қыз осы. Ұнаса осыған үйленіп ал деді. Дәл жанымнан атқан оқтай тиді бұл сөз. Мен орнымнан қозғала алмай қатып қалдым. Тілім байланып қалды. Не ашуға, не қуанышқа жорымадым. Бірақ бір нәрсе анық еді. Менен ешкім ештеңе сұрамады. Мені адам ретінде көрмей-ақ шешім шығарып қойған екен. Шынымды айтсам, мен ол жігітке ешқашан көңіл аудармадым. Жігіт ретінде ұнатып қараған емеспін. Оның өзіме деген көзқарасында сезбедім. Ол маған сыпайылықта танытпады. Тек бір сәттік үнсіздікте түріме қадалып қарады. Сәл қараста не бар еді? Мүсіркеуме, жек көруме, әлде жай ғана таңданыс па білмеймін. Бәрін естіп тұрсам да сыртқа сыр білдірмеуге тырыстым. Жаным жаралы болса да, жүзіме күлкі жамап, ішімдегі дауылды жұртқа білдірмедім. Жатақханаға қайтып барсам, анау жыртқыштай анталағандар мені мүсіркеп емес, мазақ қып талауға дайын тұрғандай еді. Ал мына жұмыста тіршілік үшін қарным тоқ болса болғаны деген күйде жүрген жанмын. Бірақ әлгі ыдыс жуатын апайдың мейірімді жүзіне қарап, жүрегіме үміт ұялаған еді. Егер сол кісінің келіні болсам, бәлкім мені өз қызындай көріп, оқуға түсіріп, өмірімді өзгертетін шығар деген тәтті қиял санамнан кетпей қойды. Бір сәтке болсын өзімді сол бақытты өмірдің ішінде жүргенде елестеттім. Қиялымда мен жаңа киім киіп, қолыма кітап ұстаған студентпін. Мені анасы сүйгендей сүйетін жан бар. Мен бақыттымын. Білмеймін, әлде бір ішкі сезіммен болашақты шолып қойғандай болдым. Сол күннен кейін әлгі апайдың ұлы жиі келе бастады. Ештеңе демей, үндемей, мені барлап жүргендей. Ақыры бір күні ешкіммен сөйлестірместен, үнсіз ғана қолыммен жетектеп, көйлекке отырғызды да алып қашты. Жыламадым. Жылағанмен ештеңе өзгермейтінін, бұл тағдырдан жалтара алмайтынымды іштей біліп тұрдым. Іштей осылай боларын сезіп едім дедім өзіме. Сөйтіп мен ақ келін атандым, бірақ мұнда той болмады, қуаныш болмады. Жай ғана бір бұрышта отырып, өз тағдырыма көніп отыра бердім. Күйеуімен дәл сол күні, той күні ғана алғаш тіл қатыстым. Тіпті аты жөнін сол кезде бірақ білдім. Ол мені шын сүйіп емес, есеппен әкелгенін кейін түсіндім. Үйге шығынсыз келін, әрі тегін жұмысшы, күң ретінде келгенімді жүрегім ауыр сезді.
Менің тағдырым осылай басталды. Жұмыста ғана мейірімді кейіп танытатын енем үйге келсе, мүлде басқа адамға айналады. Далада жұртқа күліп сөйлейтін әйел, төрде отырып алып бетіме боқтық сөзді қарша борататын. Әр сөзі жүректі тіліп түсетін пышақтай. Мені көзінен ит көргендей көреді. Бос сөзге бола ашуға булығып сөйлей бастаса, аузынан лас сөздер ағылады. Қанша тырыссам да көңілінен шықпаймын. Не істесем де жақпаймын. Күйеуіме де қажет емес екенім анық. Не сүймейді, не сыйламайды. Үнсіз, үйде жүріп кетіп қалады. Көзіме де тіке қарамайды. Менің кім екенімді, не сезетінімді білгісі де келмейтін сияқты. Күні бойы үйдің шаңын сүртіп, кірін жуып, еден жалтыратып, бәрін жайнап тұрғызамын. Сосын кешкісін еш демалыссыз шаршағанымды елемей кафеге барып ыдыс жуамын. Адамдар тамақ ішіп күліп жүргенде, мен табақтың арасында тұрып, өз тағдырыма шаң жуытпай шыдап келемін. Бірақ тапқан азғантай ақша менікі емес, енем ұстайды. Қолыма бір тиын да бермейді. Мейлі дедім іштей. Бір күні бәрі өзгерер деген әлсіз үмітімді ғана арқалап жүрдім. Осы үйдегі бір ғана жан маған шын жан ашыды. Ол қайынсіңілім. Біз бір-бірімізді алғаш көргеннен-ақ жылы қабылдадық. Екеуміз бір бөлмеде сыр бөлісіп, бірге күліп, бірге жылаған күндер өтті. Ол менің сіңілімдей болып кетті. Ұйықтап алшы, кешке жұмысқа барасың ғой, қалған шаруаны мен істей саламын деп енемнің берген тапсырмаларын өзі тындырып тастайды. Үйдің тірлігіне қолғабыс беріп қана қоймай, менің жанымды да жұбатады. Түскі үзіліс кезінде сабақтан келген бойда ас үйге жүгіріп кіріп, мені асыға күтетін. Екеуміз ас ішіп отырып, күліп, күннің қызығын бөлісетінбіз. Ол өз өміріндегі кішкентай қуаныштарды айтып, менің де көңілімді бөлетін. Оның әрбір сөзінде шынайылық, әрбір күлкісінде мейірім бар еді. Сол сәттер менің қараңғы өмірімдегі жалғыз жарық сәулесі еді. Уақыт өз ағынымен зулап өтіп жатты, бірақ менің өмірім тоқтап қалғандай сезілетін. Таң атады, кеш батады, ал мен сол бір соры қалың үйдің тас қабырғасында іштей шіріп жаттым. Бақыт деген маған арналмағанын мойындадым. Жарық дүние маған тесік көрпедей суық еді. Алладан бала берме деп тілегенмін. Өйткені бұл дүниеге менің күйеуімнен өмір сыйлау күнәмен тең көретінмін. Жаратқан тілегімді қабыл етті. Жатсам тұрсам ішімнен, өзім тозақта жүрсем де, сәбиімді бұл азапқа қимаймын дейтінмін. Сол күндердің бірінде үйдегі жалғыз сүйенішім қайынсіңілім практикадан келмей қалды. Бір күн бойы енем есеңгіреп, көз жасын көл қылып іздеді. Телефон үнсіз, ешкім ештеңе білмейді. Бір тәуліктен соң ғана шындық ашылды. Қызды біреулер алып қашыпты, жаңа танысқан жігіті. Бірақ ең сорақысы, сол түн оның тағдырын таптаған. Арым, абыройым деп өскен қаршадай қыз қорлыққа төзбей, өз еркіммен келдім деп қолхат жазуға мәжбүр болған. Анасы құдалардың үйіне барып, бетін басып отырып келісті. Абыройын ойлайық, ертең ел не дейді деген сөздердің құрбаны болып қызын ұзатты. Қыз айттырған жоқ, көнді. Той күні бардым. Қайын сіңілім мені көре сала құшақтап, тыпыр етпей жылады. Мен де шыдай алмадым. Сыртта күлкі, іште күйзеліс. Көз жасы макияжбен жуып, шын бейнесін ашып тастады. Ол сол тойда мұңды қалыңдық болды. Үнсіз, жарқырап тұрған шамдарда оның жанындағы қараңғылықты жасыра алмады. Ал құдалар бастапқыда қызыңды университетке оқытамыз, өз қызымыздай көреміз деп енемнің үмітін үкілеген. Бай үйдің баласы, жайлы өмір, оқуы, арманы, бәрі бардай көрінген. Енем де қуанды, қызым бақытты болады деді. Бірақ күйеу бала тиран боп шықты. Сүйіктім емес, ием дегендей қорлықпен қарады. Қайын сіңілім екінші әйел екен. Байғұс қыз арман қуалап кеткен жолында тозаққа тап болды. Үйде күнде ұрыс, күнде көз жас. Күйеуінің соққысына шыдай алмай, жүктілігі кезінде де таяқ жеді. Жан ұшыра қорыққан сәбиін қорғап, өз өмірін құрбан етті. Қайын сіңілім сол таң атпаған түнде мәңгілікке көз жұмды. Бұл қайғы бәрімізге ауыр тиді. Үй іші үнсіздік тамшылап, тіршілік те тоқтап қалғандай болды. Бірақ бәрінен бұрын мен есеңгіреп қалдым. Қайын сіңілім менің жалғыз шырағым еді. Қараңғы өмірімді жылтыраған үмітім, туыстықтан гөрі жүрекпен жақын болған жандардың бірі еді. Енді ол жоқ. Ол да мен сияқты өмірмен алысып жүріп, ақыры жеңіліп қалды.
Енем де жылап, еңіреп жүрді. Бірақ оның қайғысы бір сәттен соң ашуға, сосын жек көруге айналды. Көңіліне шайтан кіргендей мені кінәлады. Мен ештеңе айтпадым, бірақ естіген сөздерім жүрегімді отқа орағандай күйдірді. Бәріне сен кінәлісің албасты. Саған ұрысқан сайын сен менің қызымды ішіңмен қарғағансың. Сол қарғысың менің қызымды алып кетті. Сені келін етпеуім керек еді. Сен менің қызымның қасіретісің деп бажылдап, өңім түгіл түсіме кірмеген ауыр сөздерді жаудырды. Мен үнсіз тыңдадым. Жауап берсем одан сайын ашынады деп қорықтым. Бірақ жүрегімдегі жара үнсіздікпен одан сайын тереңдей берді. Ақыры мені үйден қуып шықты. Сол кезде күйеуім менің тағдырымдағы тасқа айналды. Жаным демес, бөтелкені құшақтап кетті. Ішіп алайын, ұйықтап. Қайта ішіп, мені жоққа шығарып, бар жауапкершіліктен бас тартты. Мені қорғау, жанымда тұру ол үшін артық салмақта еді. Тағы да далада қалдым. Тағы да ешкімсіз, ештеңесіз, үмітсіз, жылап жүріп жалғыз сенімім болған кафедегі жұмыс орнының есігін қайта қақтым. Басымды иіп бастыққа жағдайымды айттым. Көз жасымды жұта сөйлеп амал сұрадым. Сол кезде ол маған аянышпен қарап, аспаз болуды үйрен, өмір сені оңдырмаса да, сен өмір сүруді үйрен деді. Ол сәт менің түбіме жеткен түнек емес, қайта бір жарық есік сықырлап ашылғандай болды. Мейлі жүрегім жаралы, өмірім сызатты болса да мен тірімін. Мен әлі де күресе аламын. Аспаз болсам өз нанымды адал тауып, қайтадан бастай аламын. Кафедегі жаңа өмірім аспаздықпен басталды. Ендігі үйім сол кафенің бір қуыс бұрышындағы шағын бөлме. Суық, тар, жайсыз болғанмен тыныш еді. Ешкім болмаса, ешкім дауыс көтермейді, ешкім жүрегіме ауыр сөз айтпайды. Сол жерде алғаш рет өз бетіммен ақша жинай бастадым. Тамшыдай болса да ертеңге деген үмітімді өз қолыммен құрып жүрдім. Күн сайын жұмысқа келіп кететін адамдардың ішінде бір адам менің жүрегімді селт еткізді. Өзімнен 2 жас үлкен, бірақ жанары жылы, сөйлегені жұмсақ. Адамды өзіне тартатын жігіт жұмысқа жаңадан келді. Бірінші кездескеннен ақ екеуміздің арамызда бір түсініксіз тартылыс пайда болды. Сөзіміз жарасып, күннен күнге жақындай түстік. Уақыт өте келе жүрекпен ұнату махаббатқа айналды. Екеуміз бір-бірімізге қыз бен жігіт ретінде қарай бастадық. Мен алғаш рет жүрегімді толықтай ашып, ішімдегі жараларымды ақтара сөйледім. Ол мені тыңдап, құшағына тартып, ернінен сүйді. Бірге боламыз, сен енді жалғыз емессің деп үміт сыйлады. Мен де сендім, шын сендім. Бұрын соңды ешкімге бермеген жүрегімді де, тәнімді де, бар сырымды соған сеніп тапсырдым. Төсекте табыстық. Бәрі жақсы еді. Тек үйлену жайлы әңгіме қозғалған сәттен кейін ол жоғалып кетті. Телефон үнсіз, хабар жоқ. 2 күн өтті. Ішім алай-дүлей, алаң. Сол күні оның телефоннан бір бейтаныс жігіт қоңырау шалды. Даусы салқын, тікелей айтты. Ол қайтыс болды, кешіріңіз. Жүрегім тоқтап қалғандай болды. Құлап түсе жаздадым. Сенгім келмеді. Өйткені өлім ойнап айтылатын дүние емес. Көңіліме де дауыл тұрды. Жаным мен сезім, бірдеңе дұрыс емес. Бірақ ақырында шындық ашылды. Ол жігіт ешқайда өлмеген, тірі. Тек басқа қызға үйленіп, менен құтылғысы келіп, өзінің өлгенін досына айтқызыпты. Арсыздықтың, аярлықтың шегіне жеткен тірлік еді бұл. Мен сүйемін деп тұрып, шын сендіріп, досының аузы арқылы менің үмітімді атып түсірді. Сонда мен ең бірінші рет өзімнен жеркендім. Бар сырымды ашып, жанымды, тәнімді шын сүйіп бергеніме өкіндім. Қайғының қара жамылғысын киіп жүргенде мені тірідей көмген адам сүйем деген сол жігіт болды. Сол бір оқиғадан кейін мүлдем өзгердім. Енді мен бұрынғы әлсіз, сенгіш қыз емеспін. Жанымды ақтаруға, біреуге сенуге, тіпті көзіме қарап жылы сөйлеген адамға да сенуге болмайтынын түсіндім. Ер адамдар маған мүлдем қажет емес сияқты көрінді. Олар тек алдайды, кетеді, сындырады. Мен жүрегімді мұзға айналдырдым. Сенім енді менің жүрегімде жоқ деген ұғым. Мен тек жұмысқа берілдім. Күндіз, кеш жұмыс істедім. Мақсатым енді ешкімге тәуелді болмау. Ешкімнің аянышы, көмегі, мейірімі маған керек емес еді. Барлық жан жылуын өзіме өзім беруді үйрендім. Уақыт 15 жыл зулап өте шықты. Бұл жылдар мен көп өзгердім, еңбек еттім, дамыдым. Ақыры мемлекеттен өзіме тиесілі пәтер алдым. Шағын болса да менікі. Ішінде тыныштық,
Ішімде тыныштық. Көп тойханаларда аспаз болып жұмыс істедім. Жеке тапсырыстар қабылдап, өз атымды қалыптастырдым. Еңбек ақталды. Астыма көлік алдым. Енді мен ешкімге жалынып, көлікке отырмаймын. Жолымды өзім саламын. Бірақ отбасы болмады. Әдейі солай еттім. Қажет етпедім. Біреудің әйелі, келін болу мен үшін ауыр міндет емес, қажетсіз жүкке айналды. Мен өз өмірімді тек өзім үшін сүрдім. Мен жалғызбын, бірақ әлсіз емеспін. Мейлі, мені ешкім түсінбесін. Мейлі, менің жанымдағы бос орынды ешкім толтырмасын. Бірақ мен өзімді жоғалтқан жоқпын. Мен өз өмірімнің иесі болып қалдым. Бір кездері әлгі өзін өлдіге сендірген жігіт алдыма келді. Көлік мінгенім үшін бе, әлде тағы да мазақ ету үшін бе, қайта табысқысы келді, бірақ кешірмедім. Әңгіменің соңы арнама жазылып, комментарийда өз ойларыңызды білдіріп, маған қолдау көрсетіп кетіңіздер.